Елордалық әзірлеушілер өздерінің телеграм арнасында дауыс жинайды. Қала тұрғындары не үшін аудио жазба жібереді? Қоңырауды тану құрылғысы қалай жұмыс істейді? Толығырақ цифрлық Қазақстан бағдарламасының бүгінгі санында. Мирхан, сәлеметсіз бе? Вас беспокоит Назерке, журналист программы «Цифровой Казахстан», Хабар 24 телеарнасынан. 100% дәлме-дәл құрылғы екі тілде сөйлеуді қатесіз таныды. Түсірілім тобын одан әрі таңғалдыру үшін жоба авторлары мына бейнені қосты. Шахматтан және дойбыдан президент күндерін алған турнир өтті. Видеоны қойдыңыздар? Видеоны қойдым, қостым, сонымен шығады. Мұнда субтитрлар жүре береді. Мейірхан Есеев бұл жобада арнайы кодтар жазады. Соның арқасында құрылғы ауызша сөйлеуді таниды және оны мәтінге аударады. Интересно тот факт, что в Казахстане мұндай жобаны Қазақстанда әлі ешкім әзірлеген жоқ. Демек біз алғашқылардың бірі болып аштық. Мен бұл компанияға келмес бұрын Литвада, Корея мен Америкада білім алдым. Ол жақта нейрондық жүйе, машиналық оқу бойынша білімімді жетілдірдім. Осы жобаны әзірлеу барысында сол жақта алған білімді тәжірибе жүзінде қолдандым. Бұл жобаны әзірлеуге шамамен 1,5 жыл уақыт кетті. Әзірлеушілер құрылғыны қазақ тілін тануға баптады. Қазіргі уақытта технология қоңырау кезінде сөзді транскрипциялауға, сонымен қатар оны кілт сөздер бойынша талдауға мүмкіндік береді. Наша команда, получается, занимается речевыми технологиями. Біздің команда сөйлеу технологиясымен айналысады. Бұл сөйлеу синтезі, сөйлеуді тану және дауысты сәйкестендіру. Бұл қазақ тілінің моделі. Қазақстанда көптеген ұлт тұрады. Осыны ескере отырып, аралас модель әзірледік. Яғни, мұнда адамдар қазақша және орысша араластырып сөйлейді. Демек, кез келген тұрғынның айтқан сөзін танып, түсіну керек. Данные собирались с разных источников. Деректерді YouTube-тан, аудиокітаптан алдық. Сондай-ақ Telegram-ботты іске қостық. Адамдар берілген мәтінді оқып жібереді. Мәтін қазақша, орысша болып келеді. Себебі бұл құрылғы аралас тілді тануға бағытталған. Яғни мәтінді бір мезетте қазақша және орысша қолданатын деректерді жинауға тырыстық. Әзірлеушілердің айтуынша, бұл технологияның тиімділігін байланыс орталықтарында тексеруге болады. Ақпараттың үлкен ағыны операторларға барлық қоңырауды сапалы өңдеуге мүмкіндік бермейді. Бұл айтқандарын растау үшін стартаптар талдау жүргізді. Ол тыңдалған фонограмманың үлесі бар болғаны бірнеше процентті құрайтынын көрсетті. Демек, кол орталық тұрғындар қандай мәселелер бойынша жүгінетін толық білмейді дегенді білдіреді. На основе нашей технологии мы можем создать продукт речевой аналитики. То есть Біздің технология негізінде сөйлеу аналитикасының өнімін жасауға болады. Яғни мыңдаған өтініш келіп түсетін үлкен байланыс орталықтары бар. Бірақ процесті бақылайтын адам келіп түскен қоңыраулардың 1% ғана тыңдай алады. Сөйлеу аналитикасының өнімі болған кезде барлық дауыстық деректер автоматты түрде келеді. Олар мәтінге айналады. Ал мәтін болған кезде біз кейбір кілт сөздерді оңай іздей аламыз. Клиенттер бізге неге жиі жүгінетінін түсінеміз. Бұл процесті автоматтандыру мүмкіндігі. Біздің қызметтің әлсіз жақтарын анықтай аламыз. Сондай-ақ бұл құрылғыны халыққа қызмет көрсету орталықтарында қолдануға болады. Пандемия кезінде онда келушілер саны бірнеше есе азайды. Операторлар тұрғындардың сұрақтарына телефон арқылы жауап беріп отырды. Әзірлеушілер атап өткендей, барлық осы ақпарат ағынын кейін талдау жүргізу үшін қолдануға болады. Тіпті қажет болған жағдайда қателермен жұмыста істеледі. Когда уже дойдя до введения системы распознавания речи, Сөйлеуді тану жүйесін жетілдірген соң түсіну деңгейіне өтеміз. Себебі мұндай жүйелер алдымен таниды. Содан кейін барып адамның не айтып тұрғанын түсінеді. Түсіну негізінде сөйлеу синтезі құрылады. Олар жасанды сөйлеуді жинақтайды. Адаммен қарым-қатынасты алмастырады деп айтуға болады. Алғашқы қадамды еңсердік. Екінші және үшінші кезең аз уақытты алады. Негізгі қиындық сөзді тануда болып тұр. Келесі қадамдар түсіну және сөйлеу синтезі.
Ол үшін әзірлеушілер алдымен материалды жинайды. Бұл жобаға қатысқысы келетін қазақстандықтар өз дауыстарын жібереді. Мысалы, жұмысқа бара жатқанда не көргендері туралы шағын әңгімелер немесе сүйікті кітаптарынан үзінділер оқып жолдай алады. Осылайша цифрландыру біздің өмірімізге белсенденіп келеді. Ол тез дамуға мүмкіндік береді. Ал сіздер әдеттегідей барлық жаңашылдық туралы цифрлық Қазақстан бағдарламасынан біле аласыздар.